Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше торттың рецептімен бөлісемін. Ерекшелігі неде десеңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жай отта қант, сары май және балды еріту қажет. Ерігеннен кейін отты өшіріп, сода саламыз. Массамыз бірден көпіріп, үлкейе бастайды. Ерітілген массамызды сәл суытып, оған жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа пісіп қалмас үшін оны тезірек араластыру қажет. Ең соңында ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Ұнды барлығын бірден емес, азаздан қосып отырған жөн. Қамыр қолға жабыспайтын, бірақ қатты емес болу қажет. Содан кейін қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Қамырымызды міндетті түрде пергамент қағазында жаямыз. Сондықтан өзіңіздің формаңыздың ұзындығына сәйкес болатындай кесіп алыңыз. Одан кейін оны екіге бүктеп, ортасынан бөлеміз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 8 бөлікке тең етіп бөлеміз. Таразы қолдану міндетті емес, көз мөлшерімен де кесуге болады. Қамырды пергамент қағазының бетіне жаямыз. градуста 3-5 минут қызарғанша пісіреміз. Қатты қызартпаңыз, себебі қамыр жұмсақтығын жоғалтады. Егер осы күйінде бірнеше бөлікке бөліп араларына крем жақсаңыз, мини пирожный жасауға да болады. Крем жасауға кірісеміз. Салқындатылған клейгейге қант ұнтағын қосамыз. Соңында маскарпоне немесе творожный сыр қосамыз. Алдымен баяу, одан кейін қатты қуатта араластырамыз. Кремді жағып болғаннан кейін, кемінде үстел үстінде 3 сағатқа қалдырамыз. Байқасаңыз, ол қазір қатты болып тұр, 3 сағаттан кейін оны орау жеңіл болады. Қамырымыз кішкене жұмсарды, енді оны тығыздап ораймыз. Обтяжка кремінің рецептісімен төменде бөлісемін. Шоколадтан көбелек жасаудың видеосы менің каналымда бар. Дайын болған тортты міндетті түрде бір түнге немесе бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Сонда ол жұмсарып, кремі сіңіп, өте дәмді болады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий жазыңыздар және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.